әлеуметтік желілерде Шерхан Мұртазаға қатысты материалдар қараған кезде мына сурет ерекше көзге түсетін. Үйде көкемнің суреттерін ақтарып отырып, мына суретті көріп, осы суреттің тарихын, түсірілуін, ішіндегі кейіпкерлердің кейінгі ұрпақтар кейбір кейіпкерлерді тани бермейді, сол кісілердің кім екенін және авторы түсірген жолы туралы баяндап бергім келіп отыр. Суреттің авторы Сайлау Пернебаев деген қазақ әдебиетінің газетінде фотокорреспондент болған үлкен фотограф кісі, сол кісі түсірілген. 1986 жылы 4 я 5 январда, қаңтарда түсірілген. Бұл сурет Шерхан Мұртазаның үйіне Шыңғыс Айтматов қонаққа келген кезде түсірілген. Енді суреттегі кісілерді мен әлеуметтік желілерде қарасам, бұл кім, мынау кім еді, мына кісіні кейбіреулер Роза Рымбаева деп жазып жатады. Соны біршама таныстырып өтсем. Мынау Шыңғыс Айтматов, мынау Шерхан Мұртаза, мынау ең шетінде отырған толық түсірілмей қапты Қалтай Мұхамеджанов жазушы. Мына жағында отырған мынау, артта тұрған мынау Сейдахмет Бердіқұлов жазушы. Мынау Сейдахмет Бердіқұловтың әйелі. Ұмытпасам, есімі Күлтай болу керек. Ұмытып қаппын. Мынау жақында ғана дүниеден өткен ақын әпкеміз Күләш Ахметова. Мына кісі енді бәріңіз танисыздар, Оралхан Бөкеев ағамыз. Мынау Шерхан Мұртазаның әйелі Мария апамыз. Мынау Шыңғыс Айтматовтың әйелі. Мынау Мұхтар Шаханов ағамыз да, мынау Мұхтар Шахановтың әйелі Роза. Тағы мынандай варианттары бар. Дастархан басында отырған кезде. Мұнда мен өзім көрінбей қаттым ғой. Мына жерде мен тұрмын. Осы кісілердің біреуінің жүргізушісі. Мына кісі жаңағы Роза Рымбаева деп шатастырып жатқан, бізге үйге көмектесуге келген бір келіншек. Күләш Ахметова алып келген, менің есімде. Бұл суреттерді жаңа айттым ғой, Сайлау Пернебаев түсірген. Ол кісі артына қалай қол қояды, автограф қояды. Мына суреттің артында бар, СПД. Міне осы сурет.